Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ешқандай да қамыр жаюды қажет етпейтін, құрамында ірімшік қосылып жасалатын керемет тағамның рецептісін ұсынамын. Бейнені соңына дейін қараңыз. Ең алдымен сүзбеге сүтті құйып, оған жұмыртқа қосамыз. Дәміне қарай тұзын салып, барлығын жақсылап шанышқыменен араластырамыз. Рецептке қажетті ингредиенттер мен олардың мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдырамын. Енді сұйық массамызға үкіштен өткізілген ірімшікті саламыз және оған осылай ұсақтап туралған лавашты қосамыз. Барлығын бірден осы массамыздың үстіне осылай саламыз. Ыңғайлы болу үшін мен ірімшік пен лавашты алдын ала дайындап алдым. Енді осы массамыздың барлығын жақсылап лопаткамен немесе қасықпенен араластырамыз. Форманы дайындаймыз. Оған осылай пергамент қағазын салып алдын ала дайындап алдым. Енді кондитерлік кольцоны алып, астына фольгамен жауып, немесе бірден осылай формамыздың үстіне орналастырып пісіре берсек болады. Осы формамыздың үстіне жаңағы қамырымызды салып, біркелкі етіп орналастырамыз. Кондитерлік кольцоның диаметрі 18-20 сантиметрді құрайды. Ал пергамент қағазы төселген форманың диаметрі 24 сантиметр. Енді оны алдын ала 160-180 градус аралығында қатты етіп қыздырылған пеште шамамен 30-35 минуттай пісіреміз. Көлемі осылай ұлғайып, беті қоңырланған кезде пештен шығарып, толықтай суытамыз. Суыған соң шеттерін осылай пышақтың көмегімен босатып, формадан шығарамыз. Ол піскен кезде осылай көтеріліп, әдемі болып шығады. Формадан өте оңай алынады. Өздеріңізге ұнайтын кез келген ыдысқа орналастырып, қонақтарға ұсына бересіздер. Осылай пергамент қағазынан жеңіл алынады, әдемі болып шығады. Отбасыңызды тойымды ерекше тағаммен таң қалдырып, уақытыңызды үнемдегіңіз келсе, дәл осы тағамды дайындап көріңіз. Бұл тағамның құрамындағы ірімшік пен сүзбенің үйлесімділігі соншалық өте керемет болып шығады. Ешқандай да қамыр жаюды немесе илеуді қажет етпейтін өте жеңіл тағамдардың бірі. Сондай тойымды отбасыларыңызға қатты ұнайды. Әсіресе ер адамдардың сүйікті асына айналады. Достар, мен осы каналымда апта сайын тұрақты түрде жаңа, сенімді, өзім қолданатын видео рецепттермен бөлісемін. Оларды жіберіп алмау үшін және бірінші болып көру үшін каналға тіркеліп, колокольчик белгісін баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын. Сізге бейне ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.